Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Сүйінші жаңалық. Әділхан Қопабаев есімді қазақстандық азамат Американың ең ірі Apple корпорациясында басшылық лауазымдардың біріне тағайындалды. Apple бұл кәдімгі iPhone телефондары. Ол орталық Азия мен Армения аймағына жетекшілік етеді. 2025 жылдың 15 қаңтар күні цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсіп министрі Жаслан Мәдиев өзінің Facebook парақшасында Әділхан Қопабаевтың ірі компанияда басшылық қызметке тағайындалғаны туралы жазды. Отандасымыздың Apple компаниясына басшылық лауазымға тағайындалғанын қуана хабарлаймын. Бұл жаңа кезең оған көптеген жетістіктер мен кәсіби өсу әкелсін. Енді Әділхан орталық Азия және Армения аймағын қадағалайды деп жазды Жаслан Мәдиев. Кейін бұл ақпаратты Әділхан Қопабаевтың өзі Instagram парақшасында растады. Apple компаниясына қоғамдық саясат бөлімінің басшысы ретінде және орталық Азия мен Армения үкіметіне қосылғанымды қуана хабарлаймын делінген жазбада. Әділхан Қопабаев 1995 жылы 9 шілдеде Ақтөбе қаласында дүниеге келген. Оңтүстік Корея мен ақш-та оқыған. Ол еңбек жолын 2014-2016 жылдары Қазальянс NPO филиалының басшысы болып бастаған екен. Міне осылайша өзінің жұмыс нәтижесін жоғары деңгейде атқарған Әділхан тіпті 2022 жылдың қыркүйегінде президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың өзінен Нью-Йоркке барып, әлемдегі ең ірі IT компанияларда жұмыс істейтін қазақстандық мамандармен кездесу өткізгенде мемлекет басшысы оны отанға оралып, Қазақстанның экономикасын дамытуға үлес қосуға шақырған. Сол жиында Әділет Қопабаев елге оралып, біршама қызметтерде атқарған екен. Ал қазақ баласының әлемді мойындатқан Apple компаниясына жұмысқа тұруы бұл расында мақтанарлық дүние.